Сәлеметсіздер ме, алматылықтар? Менің аты жөнім Шатемір қызы Ақмарал. Мен Алматы қаласы нөмірі 173 мектеп-лицейде қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкерімін. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттығына Алматы қаласы нөмірі 3 сайлау округінен өзін-өзі ұсыну тәртібімен депутаттыққа кандидатпын. Елімізде шешілмеген түйткіл мәселелер көп. Мен осы кезеңге дейін кез келген мәселелерге немқұрайды қараған жоқпын. Бар күшімді салдым. Енді депутаттар қатарында сіздермен бірлесе отырып, елдің арасындағы қордаланған, түйіні шешілмеген мәселелерді шешуге бел будым. Кеше ғана Алатау ауданының тұрғындарымен кездестім. Жалпы Алатау ауданында жүргеніме бірнеше уақыт болды. Сол жердегі мәселелердің бірі, мысалға, тұрғындардың жанайқайы, ол көшедегі жарықтардың күңгірттігі, жолдардың өте нашарлығы, канализация, тұрба жұмыстарының әлсіздігі, ауыз судың жоқтығы, 11 метр жерге дейін өздері қазып, су ішіп отырғандығы. Міне осылардың барлығы халықтың жанайқайы. Мен мұғалім ретінде мектептегі балалардың жағдайын, балалардың артында тұрған ата-ананың, апасының, әжесінің, атасының жағдайын жақсы түсінемін. Бізде балалардың құқығы қаншалықты сақталып отыр. Мысалға қараңыздар, бала мектеп табалдырығын аттаған сәттен бастап, біз оның әлеуметтік жағдайын анықтаймыз. Не үшін? Мемлекеттен бір мезгіл тегін тамақ беру үшін. Балаларға анықтама жүргізіледі. Оның жағдайы қандай? Жартылай отбасы ма? Әкесінің табысы қандай? Анасының табысы қандай? Қандай үйде тұрып жатыр? Осының барлығын баланың жағдайын білген кезде біз баланың ар-намысына, ішкі сезіміне тиіп отырған жоқпыз ба? Балалардың, ата-аналардың ар-намысына тимей-ақ, оны талон беріп, біріне талон бермей, анықтамай-ақ, 1-11 сынып оқушыларын тегін бір мезгілдік ыстық тамақпен қамтамасыз етуіміз керек. Балаларға жайлы орта қалыптастыру үшін не істеуге болады? Мектептен шыққан бірінші ауысым балалары, әдетте жоғары сынып оқушылары, мектептен шыққаннан кейін қайда барып бір-бірімен диалогқа түседі. Оларға диалогқа түсе алатын орта бар ма? 1050 орындық мектептерде бос орын жоқ. Екінші ауысымның балалары келеді, кабинеттер бос емес, ал балалар қайда барып диалогқа түседі. Сондықтан орталық сауда кешендерінен де балаларға арналған бұрыштар беру керек.